Кеше, яғни 17 наурыз күні Наурыз жұмыскер бағыты бойынша өтінімдерді қабылдау басталған болатын. Алғашқы 2 сағатта 5,5 миллиард теңге сумасына 192 өтінім сәтті қабылданды. Айта кететіні, бұл бағдарламада ОП ештеңеге қарамайды, тек қане мен алдыңғы видеода айтқан осы бағдарламаның талаптарына сай келсеңіз болғаны. Және де шотыңызда міндетті түрде 2 миллион теңге болуы қажет. Несиелік өтінімі бірде мақұлдаған Наурыз жұмыскер бағытының алғашқы қатысушысы ол 26 жастағы Шығыс Қазақстан облысының тұрғыны Нұржан Орақбай болды. Ол Казцинк ірі металлургиялық компанияның мыс балқыту цехында шебер болып жұмыс істейді. 6 жыл бұрын ота құрған Нұржан осыған дейін отбасымен бірге жалдамалы пәтерде тұрып келген екен. Енді Наурыз жұмыскер қатысушысы өзіне ұнамды тұрғын үй таңдап, займ рәсімдеуге кірісе алады. Наурыз жұмыскер байқауының тағы бір қатысушысы ол Hyundai Trans-Қазақстан автозауытының жинақтаушысы Әлше Жарқынбек. 22 жастағы Алматы қаласының тұрғыны, биыл жоғары оқу орнын тәмамдайды. Енді жас маманның кәсібімен жұмыстан басқа өз баспанасы болады. Наурыз жұмыскер бағыты бойынша өтінімдерді қабылдаудың алғашқы 2 сағатында отбасы банк жаңа айтқанымда 5,5 миллиард теңгені игерді. Мамандықтар бойынша электромонтерлер, инженерлер, участка шеберлері, слесарлар басым көпшілік болды. Әдетте олар электр энергиясын тасымалдау, құрылыс, кен өндіру, мұнай өңдеу өнімдерін өндірумен айналысатын ірі кәсіпорындарда жұмыс істейді. Наурыз жұмыскер қатысушыларының орташа жасы 30 жас, ал өтінімдері қабылданған 192 үміткердің 18% әйелдер. Қатысушылар сұратқан заемның орташа суммасы 29 миллион теңгені құрады. Қатысушыларға баспана іздеуге 6 ай уақыт беріледі. Өңірлер үшін ең жоғары қарыз суммасы ол 30 миллион теңге, яғни ірі қалалар Өскемен, Семей, Орал, Ақтау, басқа қалалар үшін, ал Астана, Алматы қалалар үшін 36 миллион теңгені құрайды. Мегаполистер мен облыс орталықтарында тек бастапқы, яғни первичный үйлерді ғана алуға болады. Бұл ретте баспана маркет порталында қолайлы тұрғын үй кешені мен пәтерді таңдауға мүмкіндік бар. Ал қайталама вторичка үйлерді моноқала мен ауылдық елді мекендерде сатып алуға болады. Наурыз жұмыскер бағыты бойынша өтінімдерді қабылдау бөлінген қаржыландыру лимиті аяқталған сәтке дейін жалғасатын болады. 2025 жылы жаңа бағытты іске асыруға отбасы банк 72 миллиард теңге бөліп отыр. Бұл 2440 жұмысшы кәсіптерінің өкілдеріне қол жетімді қарыз алуға көмектеседі. Ал жалпы бізде жұмысшылар саны 2 миллионнан астап жығылады. Сондықтан өтініштеріңізді беріп үлгеріңіздер. Бұл әрине өте аз, сонда да мүмкін сіз осы бағдарламаның иесі болып қаларсыз. Ал Наурыз жұмыскер бағытының шарттарын алдыңғы видеода толығымен түсіндірген болатынмын. Ал конкурстан өткен қатысушылар енді 6 ай ішінде өздеріңізге қажетті тұрғын үйді анықтап, құжаттарын сәйкестендіріп, үйлі болуға асығыңыздар.